Сіздермен Алек ТВ арнасы. Бүгін біз Майнкрафттан Let's Play'дің екінші бөлімін түсіретін боламыз. Алдыңғы бөлімде біз үйдің терезесін соғайын деген болатынбыз. Бүгін соны аяқтайтын боламыз. Қазір первый лицаға қойып қойын. Менің қарындаш еттен. Бүгін үнім жоқ. Себебі ол сәл ауырып қалды. Өзімнің құралдарымды алайын. Мен терезе қойып болғасын тамақ ішетін бөлме жасайым. Сосын өзіме бөлек бөлме жасайым. Бүгінгі серия тек қана құрылыс жайлы кетеді. Міне пола болсын. Терезе де дайын болып қапты. Қазір қойып шығайық. Бірінші майда мынандай стеклянный панель жасайық. Сол кезде терезені де үнемдейміз. Мына жерге қояйық. Және мына жерге қояйық. Және мына жерге қояйық. Жарық болып тұру үшін. Міне. Барлығы әдемі болды. Кеше түнде Let's Play'ді аяқтаған кезде мына жерге земля қойып қойдым. Өйткені зомбилар келіп есікті бұзып миымды ашыта береді. Сосын да қойып қойдым. Енді мына жерге де есік қою керек екен. Әдемі көрінбейді да. Келесі серияда енімді шақырып түсіруге енді қатты тырысам сіздер үшін. Мына жерден жасайық есікті. Менің бөлмем. Қазір мынанда сындырып тастайық. Керек емес блок. Осындай тәсілмен. Достар, мен өзімнің бөлмемді соғып болдым. Қой көріптім. Өлтірейік. Енімнің ұйықтайтын төсегіне керек болады жүні. Сиырдың еті керек. Тағы қой көріптім. Бұны өлтірейік. Сен де өлтіре салайын. Өлтіріп, есік алдыма егіп қойдым. Әдемі болсын. Үйге сән келтірсін деп. Тезірек етіп үйге. Қазір өзім көрсетем сіздерге бөлмемді. Мінекей.
достар. Қасында үйдің кішкентайы, 7 айлық кішкентай қыз, менің қарындасым, яғни қасымда безікте жатыр. Ыңғайсыз дауыстар естілсе кешіріңіздер. Ол оянды. Енді анашымның келгенін күтеміз. Енді не дейін? Мен өз бөлмемді соқтым. Тек қана заттасу ғана қалды. Мен оны келесі бөлімде істермін. Ал қазір мен ініммен маған төсек жасайын. Ең өкініштісі, маған бір жүн жетпей тұр. Содан қиын болып тұр. Сондықтан маған бір төсек қана жасау келеді. Оны ініме қояйын. Мінекей, қазір қоямын. Төсегі алып алайық. Інімнің бөлмесіне. Болды. Дәл қазір тым болыпты да. Тым болыпты. Жатып демалып алайын інімнің төсегіне. Үйбей. Мына жерден шықтым. Онда мына жерді жөндеп жіберейік. Былайынан. Енді дұрыс болған шығар деген үміттеміз. Көрейік. Мына жерде дұрыстап жіберейік. Былайынан. Сосын есікті мына жерге қояйық. Керек емес, алып тастайық. Мына жерге жөндейік. Енді мына жерге есікті де қояйық. Дайын болды. Келесі серияда інім екеуміз өмірдіреміз. Бұл летсплей қысқа болады деген деп ойлаймын енді. Өйткені үйде шу. Өкінішке орай, достар, осымен видео аяқталды. Өйткені үйге көп адамдар, қонақтар келіп жатыр. Қазір даусын естілмейсіздер, өйткені мен бөлек бөлмеде түсіріп отырмын. Бірақ осы бөлмеге де кіру мүмкін, сондықтан видеоны бұзбай аяқтап жіберейін деп шештім. Сіздермен болған Алюк ТВ арнасы. Каналға жазылып, комментария қалдырып, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар.